Сәлем достар, сіздермен бірге канал Офсайд. Футбол әлеміндегі соңғы жаңалықтарды бізбен бірге тамашалаңыздар. Біз бастаймыз. Реал Энцо Фернандеске көз тікті. Реал Мадрид клубы жартылай қорғаушы Энцо Фернандесті трансферлеуді басты мақсат ретінде қарастыруда. Корольдік клуб Родриді емес, дәл осы аргентиналық ойыншыны таңдауы мүмкін. Фернандес қазіргі таңда Челси сапында өнер көрсетеді және оның клубпен келісім шарты 2032 жылға дейін жарамды. Алайда ол аргентиналық тілшілерге берген сұхбатында Мадридте тұрғым келеді деп болашағына қатысты қауесеттерді күшейтті. Бұған дейін де футболшы Парижге қарсы Чемпиондар лигасындағы жеңілістен кейін өз болашағына сенімді емес екенін айтып, маусым аяқталған соң шешім қабылдайтынын меңзеген. Ал Родри болса, испан басылымдарына берген сұхбатында әлемнің үздік клубтарының ұсынысынан бас тартуға болмайды деп, Реалға ауысу мүмкіндігін жоққа шығармады. Клуб президенті Флорентино Перес Родриді алуға аса қызығушылық танытпай, негізгі назарды Фернандеске аударып отыр. Челси жазда тағы бір жартылай қорғаушы алуды жоспарлап отыр және Фернандес клуб үшін маңызды ойыншы емес. Бірақ лондондықтар оны тек 100 миллион фунттан жоғары ұсыныс түскен жағдайда ғана сатуға дайын. Барселона Бастаниді трансферлік мақсатқа айналдырды. Барселона клубы жазғы трансферлік керезек қарсаңында қорғаныс шебін күшейтуге ерекше мән беріп отыр. Каталондықтардың басты нысандарының бірі Алехандро Бастони. Қазіргі таңда Интер сапында ойнайтын қорғаушы ұлттық құрамада да тұрақты ойыншылардың бірі саналады. Испаниялық басылымдардың мәліметінше, Барселона ойыншы туралы ақпарат жинап, мүмкін болатын келіссөздерге алдын ала дайындық жүргізіп қойған. Сонымен қатар каталондық клуб ойыншы алмасу нұсқасында қарастыруда. Бастони жаңа клубқа ауысуға қарсы емес, бірақ нақты келіссөздер әлі басталған жоқ. Мүмкін болатын келісімде Барселона бірнеше ойыншысын ұсынуы мүмкін. Олардың қатарында Дани Ольмо, Жерар Мартин және Ферран Торрес бар. Айта кетейік, Ферран Торреске бұған дейін Арсенал, Атлетико Мадрид және Манчестер Юнайтед қызығушылық танытқан. Неге Барселонаға Бастони керек? Клуб қорғаныс шебін жаңартуды жоспарлап отыр. Рональд Араухо мен Андрес Кристенсен командадан кетуі мүмкін деген ақпарат бар. Осыған байланысты Интердің қорғаушысы басты кандидаттардың бірі саналады. Бастони өз позициясындағы Европадағы ең үздік ойын құрастырушылардың бірі ретінде бағаланады. Бас бапкер Ханси Флик командасында қорғаныстан шабуыл бастауға ерекше көңіл бөледі. Сондай-ақ бұл трансферді клубтың спорттық директоры Деку да қолдайды. Мохамед Салах 9 жыл Ливерпуль клубында ойнағаннан кейін осы жазда командадан кетеді. Ол еркін агент болады. Клуб неге оны сатып ақша таппай-ақ жіберіп отыр? Мұны клубтың бұрынғы ойыншысы Джон Барнс түсіндірді. Не болды? Салахтың келісім шарты 2025 жылы жаңартылып, 2027 жылға дейін еді. Бірақ кейін екі жақ келісіп, осы маусымнан кейін қоштасуға шешім қабылдады. Неге кетіп жатыр? Бұл маусым Салах үшін қиын өтті. Бұрын көп гол соғатын, ал қазір аз соқты. Премьер-лигада небәрі 5 гол ғана. Көбіне қосалқы құрамда отырды. Сондықтан клуб оны негізгі ойыншы ретінде қарастырмай қалды. Неге Ливерпуль оны тегін жібереді? Джон Барнстың айтуынша, Салах жақында 35 жасқа келеді. Мұндай жаста ойыншылар үшін үлкен ақша төлемейді. Оның жалақысы өте жоғары, аптасына 400 мың фунт. Сондықтан клуб ойлайды, оны ұстап, көп ақша төлегенше сол ақшаны жас ойыншыларға жұмсаған дұрыс. Яғни 20 миллион фунт алу маңызды емес, бастысы жалақыдан құтылу. Оған сұраныс бар ма? Кейбір клубтар қызығып отыр. Сауд Арабиясы, Европа, бірақ жасы үлкен, формасы төмендеген, жалақысы жоғары. Сондықтан оны қымбатқа сатып алатын клуб табылмауы мүмкін. Қорытынды, Салах кетеді. Бұл екі жаққа да тиімді шешім. Ливерпуль жалақыдан құтылады. Салах жаңа клуб табады. Болашақта не істейді? Салах маусымды Ливерпульмен аяқтайды. Кейін 2026 жылғы әлем чемпионатында өз елін бастап шығады. Сосын жаңа клубқа ауысады. Достар, осымен бүгінгі шығарылым тамам. Футбол әлеміндегі жаңалықтарды білу үшін каналға тіркеліңіздер. Сіздермен болған канал Офсайд. Келесі кездескенше.